بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا يا أكرم الأكرمين. Allohga ko'p shukr aytaylik inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo ilm oluvga nasib etib o'tirdi. Bu yo'l жеңіл емес, бәрі жете алмауы мүмкін да, яғни. Алла subhanahu wa taolo айтады, егер де сапар жақын болғанда, және жол жеңіл болғанда, олар сенің артынан ереді дейді. Алла subhanahu wa taolo кімдер туралы айтып жатыр ана жерде? Мұнафиқтар туралы айтып жатыр. Бірақ біздің иманымыз сондай әлсізді. Алла subhanahu wa taoloның жақсы көрген нәрсені істемей аламыз. Сол үшін Алладан көп тауфиқ сұрайық, я Алла, маған жәрдем бер, аяғына жетуге нәсіп ет. Бұл сапар жақын емес те, ертең жете салатын нәрсе емес. Басында ойлану керек та. Қай сапарға шығып отырмын, және қанша азық алу керек жолыма. Ең жақсы азық сабырлық та. Сабырлықпен иншалла адам үлкен дәрежеге жете береді. Және әрбір адам білім ала алмайды, сонда біз біліп алуымыз керек. Яғни алам деген бәрі алады, бірақ та бәрі алам деген сөзіне тұра алмай қалады. Неге өйткені ғалымдар мысал келтіреді, айтады. Сіздің ең қымбат нәрсеңіз бар да. Алмас, пәленше каратты. Сіз оны не істейсіз? Оны батпаққа салмайсыз. Сіз оны коридорға қоймайсыз. Сіз оны ас ішетін столға қоймайсыз. Сіз оны бір жақсы, бір әдемі бір коробкаға саласыз, тығып қоясыз. Сол сияқты Алла subhanahu wa taolo ілімді қоятын жер таңдайды екен да. Ең қымбат нәрсе да ол. Ілімді әрбір жерге қоя бермейді да. Не істейді? Алла subhanahu wa taolo таңдайды да. Таңдаған жеріне қойып береді да. Сол үшін Алла subhanahu wa taоланы сұрайық, я Алла, маған тауфиқ бер, я Алла, сол ілім алғандардың арасында қыл деп.